Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл жүз News. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Аманаттан әділетке. Қазақстанда жаңа партия құрылмақ. Мажарстан билігіндегі бетбұрыс. Орбанды жеңген Мадияр кім? Гуманизм ба әлде жеке мүдде ме? Бұралқы иттер мәселесі неге шектен шығып барады? Жағдай онша емес. Қазақ экономикасының ахуалын экономист Мақсат Халықпен талқыладық. Қайсар кімдікі? Қозыбақовтың қарамағына өткен футбол клубын неге қызылордалықтар әлі асырап отыр? Жүз медиа сараптайды. Енді рет-ретімен құлағы түрік әр қазақ құрылтай сайлауының тамызда өтетінен хабардар. Саясат сахнасында ептеп қозғалыс байқалады. Елде жаңа партия пайда болмақ. 16 адамнан тұратын бастамашыл топ 16 сәуірде Әділет министрлігіне Әділет партиясын тіркеуге өтініш берген. Олар кімдер? Бастамашыл топтың қатарында Қазақ тілі қоғамының президенті Рауан Кенжеханұлы, балалар омбудсмені Динара Закеева, Қазақстан ұлттық арнасының журналисі Ирина Тен, саясаттанушы Марат Шибутов сынды азаматтар бар. Олардың кейбірі Аманат партиясының мүшесі болса, біразы жаңа конституция жобасын әзірлеуге қатысқан. Осыған дейін қаншама партия құруға бастамашыл еткен, билікті мақтамайтын, билікке сыни пікірлермен елге танылып жүрген азаматтар болды. Олардың барлығында партиялары тіркеуден өткен жоқ. Сондықтан да біздің елде басқа бір саяси көзқарасы, басқа оңшылдар, солшылдар деген секілді бір бағыттар бар партиялардың құрылатынына жұрттың күмәні басым. Сондықтан да бірден билікшіл партия деп сынға қалғаны да содан деп ойлаймын. Бұл бір. Екіншіден, шындығында да кешегі бастамашыл топтың құрамында болған азаматтардың бір қатарын біз бұрында басқа партиялардың қатарынан көрдік. Мысалы, Рауан Кенжехан осыған дейін Аманат партиясының құрамында болды, егер мен қателеспесем. Сонымен қатар осы Әділет партиясының мүшелері, жаңағы бастамашыл топтың мүшелері бұған дейін ұлттық құрылтайдың құрамынан көрдік біз оларды. Сонымен қатар жаңа конституцияны жазу жөніндегі жұмыс тобының да құрамынан оларды көрдік. Сондықтан соның барлығын көріп отырып, бұл билікке қарсы жандардың ұйымдасқан партиясы екен деп ешкім айтпайды. Және менің ойымша бұл партияның өкілдері де жаңа партияның бастамашыл тобы да, жалпы сол идеяны қолға алғандардың барлығы да қоғам дәл солай қабылдайтынын білген секілді, және біле тұра осы қадамға барып отыр. Әдетте Әділет министрлігі партия құрамын дегендерге сезікпен қарайтын. Бұл жолы бәрі тез болды. Министрлік құжаттарды бір күн ішінде мақұлдап, Әділет саяси партиясын құру рәсімдерін бастауға рұқсатын беріпті. Сонымен Қазақстанда тіркелген партиялардың саны 8-ге жетті. Менің ойымша бұл жерде Ақордада мүмкін қандай да бір ойындар жүріп жатыр ма? Бұл партияны құру кімге керек? Кімнің мүддесін алып отырған бұл партия? Және бұл партияның мүшелері ертең парламентке өтіп кете ме? Және парламенттің сайлауына 3-4 ай қалғанда ғана партия құрып жіберу, оны жеделдетіп құрамындағы азаматтарды ертең құрылтайдың құрамына депутат етіп сайлап жіберу қаншалықты дұрыс? Бұл қоғамның бұл партияға деген, қазіргі билікке деген сенімін одан әрі жойып жібермей ма деген әңгіме. Екінші мәселе, енді бұл партияны құрушылар ол жағында ойластырған шығар деп ойлаймын. Біз армандап қана қоятын демократиялық сайлаудың үлгісін осы аптада тарихи тұрғыда қазаққа жақын саналатын мажар халқы көрсетті. Орбан оппозициядан жеңілді. 16 жыл билікте болып, бақты, соттарды, елдегі ойын ережелерін бақылауда ұстаған адам билікті демократиялық жолмен тапсырды. Жаңа көшбасшы Петер Мадияр. Осы күндері кәрі құрлықтағы саяси жетекшілер құттықтауын жаудырып жатыр. Батыстағы саяси тұлғалардың бүркін аспанға атуы бекер емес. Өйткені еуропалық сарапшылар Виктор Орбанды ресейшіл көрсе, Петер Мадиярды батысшыл санайды. Ал 45 жастағы саясаткердің түркі мемлекеттермен қарым-қатынасы өзгере ме? Виктор Орбан елді өте ұзақ басқарды. Петер Мадиярды жастар жағы қолдады. Дегенмен билік ауысқанмен қатты өзгеріс күтіп қажеті жоқ. Себебі Венгрия энергетикалық ресурстарға тәуелді ел.
Виктор Орбан түркі мемлекеттерімен байланыс орнатуда белсенді болды. Петр Мадияр да бұл бағыттан айни қоймайтын секілді. Өйткені тарихты ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ одан да бөлек экономикалық себептер жатыр. Қазақстанның мұнайына сұраныс бар, көп бөлігі Еуропаға экспортталады. Сондықтан Мажарстанның жаңа билігі түркі жұртымен қарым-қатынасты жақсарта береді. Оған еш күмән болмауға тиіс. Енді Венгрия парламентіндегі 199 орынның 138-ін Тиса еленіп, премьер Виктор Орбанның Фидес партиясы 54 орын, ал әсіре оңшыл біздің отан 7 орын еленуі мүмкін. Ал біздегі құрылтайдың құрамы қандай болады? Сайлау жақындаған сайын мәжілістегі депутаттардың да белсенділігі едәуір артқаны байқалады. Бұл ретте басқасы басқа, бірақ бұралқы ит мәселесі мәжілісте мұндай шу тудырады деп ешкім ойламаса керек. Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң жобасы қызу талқыланып, қоғамды қаққа бөлді. Бірі 5 күн ішінде есі табылмаған иттерді эвтаназия әдісімен ұйықтатып өлтіру қоғам қауіпсіздігі десе, енді бір тарап бұл адамгершілік қағидаларына қайшы деп санайды. Ал Еділ Жаңбыршиннің өзі бұл мәселе төңірегінде үлкен ақша жүргенін айтады. Зоо қорғаушыларымыз деген топ осы аулау, стерилизация, вакцинация қайтару жобасы өте пайдалы, жақсы деп уәж айтуда. Енді бізге келген мәліметтер бойынша осы жұмыстарға қарайған қаржы бөлінген сияқты. Біздердегі мәлімет бойынша 14 миллиард 900 миллиондай ақша осы бюджеттен қаралған. Осы жануарларға қатысты мәселеге байланысты. Бұл 22 мен 26 жылдарда аралығындағы бөлінген бюджет. Яғни қолданыстағы заң қайтарымды модель іске қосылғаннан кейін болған бөлінген ақша. Бір қызығы сол панажайлардың 69-ы мемлекетте жұмыс жасайды екен. Соның 4-і мемлекеттік, қалғандарының бәрі 65-і жекеменшік. Ал зоо қорғаушылардың өз уәжі бар. Олар жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заңға ұсынылған түзетулер ең кемі заңның атауына қайшы келетінін айтып отыр. Жаппай өлтіру жолын адамгершілікке жатқызуға болмайды. Егер заңның орындалуы жергілікті жерлерде бақыланып, сапалы жүзеге асырылса, түзету енгізудің қажеті де болмас еді. Аулау, стерилизациялау, вакцинациялау, қайтару бағдарламасы 5 жыл бойы үздіксіз орындалғанда ғана алғашқы нәтижесін береді. Сол уақытта жануарлардың 90% осы бағдарламадан өтіп, туу көрсеткіші минимумға дейін төмендейді және барлық басқа тармақтар тиісінше орындала бастайды. Депутаттар бюджеттен бұл бағдарламаға өте қомақты қаржы бөлінетінін айтады. Оларға берілген мәлімет бойынша бір итке 74 мың теңге кетеді екен. Ал шынтуайтына келгенде, мысалы Ақмола облысында бір итке шамамен 4 мың теңге бөлінеді. Ал еріктілер үшін бір ғана операцияның құны шамамен 10 мың теңгеге шығады. Қазақстанда кедейшілік билік айтқандай 4-8% емес. Шынтуайтында 2,5 миллион қазақстандық тойып тамақ ішпейді. Ал елдегі жұмыссыздықтың шынайы көрсеткішін кім-кімнен жасырып жүр. Ел экономикасы үлкен өсім көрсетті. Бірақ халықтың табысы неге төмендеп барады? Самұрық қазынаны ұстап тұруға жылына 1 миллиард доллар керек десек, мұндай тиімсіз құрылымды неге таратпасқа? Жалпы қазақ экономикасын не құтқарады? Осы және қазақ экономикасындағы өзге де парадокс құбылыстарды Жүз медианың ақ студиясында экономист Мақсат халықпен талқыладық. Сарапшының пайымы өткір әрі тура. Сұхбаттың толық нұсқасын біздің YouTube арнамыздан көре аласыздар. 50 мың теңгенің көлемінде бір адам бір айда өмір сүре алады деп есеп беріледі. Бірақ ол шын мәнінде күлкінішті екендігі түсінікті. Ал оны есептеп отырған ұлттық экономика министрлігі. Және де тағамтану академиясында кірісіп нақты бір күнде адам қандай рациондар, қандай дәрумендер пайдалану керек деп есептеген. Таңғы асы бар, түскі асы бар, кешкі асы бар. Сөйтіп есептейді, бір айда 50 мың теңгеге адам бүкіл керек рационымен, дәруменмен пайдалануға болатындай 50 мың теңгеге өмір сүре алады деп келтіреді. Бұның барлығы енді күлкінішті жағдай, және оны тыңдаған адамдар да айтады. Не деген, кім бұны есептеп отыр, қандай ақымақ адамдар есептеп отыр деп айтады. Сондықтан да менің түсінігімде бұның барлығы қайта есептелуі керек. Біз елімізде нақты кедейшілік деңгейін анықтауымыз керек. Елімізде қаншама кедей отбасылар бар екенін білуіміз керек.
кедей отбасыларында қанша балалар өсіп жатқанын да білуіміз керек. Осы аптада 100 медиа Қайсар футбол клубы туралы сараптамалық материал жариялады. Бұл мақалада облыс әкімдігі жергілікті футбол клубын президенттің тапсырмасын орындау үшін ғана жеке меншіктің қолына өткізіп, бірақ шынтуайтында бұрынғысынша бюджеттің есебінен асырап отырғаны жазылады. Дәл қазір біздің сайтқа өтіп, оқып алсаңыз болады. Аптаның айтары осы, 100 медианы оқи жүріңіз, 100 Ньюсте келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.